Армысыздар, YouTube арнасының көрермендері. Бүгін әңгімеміз кімді шақыратын едім деп аталатын тренинг туралы болады. Жазылу бастырмасын басып, арнаға тіркелуді де ұмытпаңыздар. Ұнаса, лайк басыңыздар, пікір қалдырыңыздар. Мен қазір біліктілікті арттыру курсында оқып жүрген мұғалімдермен өткізілген тренинг видеосын көрсете отырып, сіздермен ой бөліспекшімін. Сол видеоны көре отырып үйренеміз. Видеода мұғалімдер болғандықтан тек ересек адамдармен немесе тек мұғалімдермен өткізілетін тренинг екен деп ойлап қалмаңыздар. Бұл тренингті балабақшада да, мектепте де, университетте де, жұмыстағы әріптестер арасында да, дос-жаран жиналғанда да өткізуге болады. Бұл тренинг сыйлық сыйлаумен тікелей байланысты. Сыйлық алған адамның жаны жадырап, көңілі көтеріліп, бір сәтке болса да марқайып қалады. Сыйлық алғанды ұнатпайтын адам жоқ шығар. Кез келген сыйлық адамды қуантады, ал сыйлық сыйлау одан да қызығырақ. Бұл тренинг кезінде сыйлық сыйлауға да, біреуден сыйлық алуға да мүмкіндік бар. Мен қазір курс тыңдаушыларына тапсырма бердім. Олар осы аудиторияда бар заттарды қолдана отырып, өз қолдарынан бір сыйлық жасайды. Аудиторияда түрлі түсті қағаз, бояу, лента, фломастер, желім, қайшы, тағы басқа заттар бар. Бірінші тапсырма екінші адамға сыйлауға болатын бір зат жасау. Әзір екінші тапсырманы айтпадым. Екінші тапсырма мынандай. Бұл мұғалімдер қазір курста оқып жүргендіктен, оларға мынандай тапсырма беріледі. Ертең сіз курсты бітіріп, өз мектебіңізге оралған кезде, мектеп басшылығы сізге өзіңмен курста бірге оқыған бір мұғалімді шақырып, семинар ұйымдастыр десе, кімді шақыратын едің және неге? Кімді шақыратынын және неге ол адамды шақыратынын айтып барып сыйлықты беру керек. Мен тез ойлансын деп әзірше екінші тапсырманы айтпадым. Бірінші тапсырманы орындап болған соң айтам. Сіз өткізсеңіз, бірден екінші тапсырманы айтуыңызға болады. Ол өз еркіңізде. Бұл тренингте басты нысанаға білім мен педагогикалық тәжірибе алынды. Адамның басқа қасиеттері осы нысана негізінде айтылып отырады. Кез келген адамның бойында бағалауға тұрарлық қасиеттер болады. Ақкөңілділік, инабаттылық, адалдық, мейірімділік, қайырымдылық, жомарттық. Тренингте екінші адамның бойындағы осы қасиеттерді атап өтуге болады. Қазір біз осы сыйлық жасау кезең аяқталғаннан кейін, осы екінші тапсырманы мұғалімдердің қалай орындағаны туралы видеоны сіздермен бірге көретін боламыз. Бірдей өшіден білімдердің кәсіби біліктілігін көтеріп шықты деп ойлаймын. Кез келген шақырсам да олар ұялмай, менің етемім бар. Осы оқу туралы көптеген мәлімет береді деп айтар едім. Барлықтарын осы жерде бағалаймын. Сондықтан да енді соның ішінде енді мектебіме жақын болғаннан кейін шығар мүмкін. Біз бір қалада тұрғаннан кейін мүмкін мен Жансаяға шақырдым. Өйткені бір қалада тұрғаннан. Жақсы. Тез болады. Енді осы жердегі 24 әріптесімде бәрін шақырсам бәрі нәтижелі мықты деп айта аламын. Өз мен жалпы келген мектепте енді бәрілеріңізге бергім келеді, оны білгенді шет-шет жасап мен енді Даниярға бергім келіп тұр. Себебі Данияр Көрсетеге берейін ұстап тұр. Даниярға бергім келіп тұр. Данияр мен мектебіме келсе, мен мысалы семинар өткізіп беріңіз деп айтсам, ойын нақты және әмбе ауданда да Даниярды өз бәрі тән. Әмбе жақсы араласып қалдық, бірақ Швецияда тұрып. Мен Даниярға бердім. Жатақханада, иә? Жатақханада. Әдем жасапсызшылар. Біріншіден сыйлыққа беретін нәрсеміз көрсетейге. Лаура. Менің негіз Даниярды ойлап қалдым. Ақсуалдағы расымен. Сіздердің дауысы бәрі керемет, жақсы жеткізеді деп ойлаймын, жақсы. Сол жағын.
сыйлығымызды көрсетейік. Мен болсам, өзім Кербұлақ ауданында тұрғандықтан арайлымды шақыратын едім, директорым айтып жатса. Өйткені біздің мектепте математикалық пәндік мұғалімдерден ешқайсы осы неге 3 айлық курсқа келген жоқ. Сол кісілерге келіп арайдың көмегі көп тиеді. Сол үшін бірінші тағы да айтатыным, арай отбасы болып жатыр. Соған лайықты бір көріп едім. Жақсы. Мен Аиданы шақыратын едім деп ойлаймын. Себебі Аиданың мынау ортада әріптестермен сөйлесу мәнері, қарым-қатынасы, өзін-өзі ұстай білуі маған өзіме бір ерекше көрінеді. Сондықтан мен Аиданы шақыратын едім. Онда Аидаға Ол біздің ортаға да келіп өзін жақсы көрсетіп, бағдарламаны жақсы түсініп, я болмаса бір мастер-класс көрсетіп берер еді деген сөздер керек, ә? Мен ананы мақтандықтан шақырамын емесі. Жақсы. Екеу айтамыз болады. Екеу жасапсыз болады. Мен өзім Данияр мен Аиданы шақыратын едім. Себебі бір жағынан бізге жақын, екіншіден бағдарлама туралы екеуі де бір жоғары деңгейде білім қалыптастырды, өздері көрсете білді, және сондай ойларын жүйелі нақты жеткізе алады басқаға, жақсы түсіндіре алады деп есептеймін, және ұйымдастырушылық қабілеттері жоғары, екеуі бір жүйелі нәрсе көрсете алады деп есептеймін. Сондықтан Данияр мен Аиданы. Кеттік, жадыра. Мен де енді барлығыңызды бағалаймын, барлығыңыздың білімдеріңіз қалыптасып, мұғалім болып жүргеннен кейін бәріңіздің нелеріңіз бар, білімдеріңіз жоғары. Егер мен директорым сондай не беріп жатса, менде Аиданы шақырсам ба деген ойым келді. Бірінші, Айданың өз-өзінің ұстауы, түсіндіру мәнері, сөйлеуі, ешқайсы эмоциялық жағынан да былай беріліп, түсіндіріп, сондай нәрселер өте тартымды, адам сразу тартып алып кетеді, және бірден тартып алып кетеді. Сол жағынан мен Айданы ертіп келсем, мені бана ұятқа қалдырмай емес, сол жағынан да мен алып шығады деп ойлаймын, менің ойымнан шығады деп. Сыйлығымды Кейін арыздармен атқаруларыңызға сенем. Енді мен өзіме осындай ұсыныс тастаса, Маржанды шақырар едім. Себебі Маржан екеуміз бір аудандармыз. Екінші себебі бізде бастауыштан бірақ мұғалім оқыған. Сол бастауыш пәніне жақсы түсіндіріп, өзінің осы 3 айлық курста қандай әдіс тәсілдерді меңгергенін сол кісілерге де меңгертіп, жаңағы түсіндіре алатын дәрежеде жете алады ол кісі. Жалпы осы Маржанды бағалаймын, осы сыйлықты гүлдей болып жайнай берсін. Жақсы. Яғни осы 3 айлық курс барысында біз бәрімізді жаңа қырдан таныта білдік деп ойлаймын. Барлықтарыңызда осы жақсы жоғары деңгейде білді деп есептеймін, және өз мектептеріңізде барған кезде ары қарата да басқа мұғалімдерді шыңдайды деп сенемін. Мен енді мына жасаған сыйлығымды Жансаяға берім келеді, себебі Жансая Талдықорған қаласындағы 17-ші мектепте жұмыс істеп жатыр. Мен бір жылдары сол мектепте жұмыс істегем. Сол сияқты қазіргенде мен өзімнің мектебімдегі айтып, мақтаныш сияқты қаладағы мен кезінде осы мектепте жұмыс істегем. Яғни мен сияқты жас маман, екеуміз бірлесіп осындай семинар өткізсек өте жақсы болады деп есептегендіктен мен мына сыйлығымды Жансаяға бердім. Мен енді топта бәрін бағалаймын. Соның ішінде өзім мектебіме мен Аиданы шақырушы едім. Себебі Айданың әрқашан
қол ұшын беруге дайын, қамқорлығы, ұстамдылығы, өз ойын еркін жеткізе білуі, ораторлық қасиеті бар бойында. Соны бағалай отырып, өзімнің жаңағы дайындаған нем бар деген заман талабына сай әрдайым осы оқуды бітірген әрдайым байланыста жүру мақсатында осы телефон, ұялы байланыс. Екеуін жасадым, бұндай жағдай білгенде мен бірнешеуін жасар едім. Шынымен уақытым болды, бірақ та ойламай қалдым, бұның бір аукцион ретінде сатама деген ой болды шыны керек. Өкінішке орай енді 2 уақыт болды. Мен мектебіме ең бірінші айта кететін Арай мен Жансаяны бірдей шақырар едім. Өйткені топ барысында үнемі бірге барады, бірге қайтады. Мектепке шақырсам да екеуін бірге шақырар едім. Өйткені бізде математикадан енді кішкене әлсіздеу болады. Көп бала көп, мұғалім аз. Мектебіміз 2 тілді болғаннан Арай 2 тілді де жетік түсіндіріп бізге семинарды өте жақсы деңгейде өткізеді деген оймен Арай шақырсам бастауыш сыныптардың арасынан Жансаяны жаста болса көшбасшылық қабілетін таныта алатын деп Жансая екеуін қатар шақырмақ. Енді дәл айта кетейін, бақыт ретінде енді болып жатқандықтан Арайға үлкен берейін, жасына үлкен Мен мектебінде болып жатса, бір ауданнан болғаннан кейін кішкене арамыз алыстау болса да, Кәмшат шақыратын едім. Кәмшат ол ситуациядан алып шығады деп. Мен енді қалпақпен қайып, сол қайыпты, осы қайықта әрқашан есіп, ескегі желкені таусылмасын ішіп болған білімді шәкірт болсын деп, мектебіме қуанышты шақырып, осы өзімнің пәніме тарих пәні болғандықтан шақырып, ой бөліскенге қуаныш шақыратын едім. Қайық деректі ішіп болған білімді шәкірттері болсын деді. Енді орамал том болмай жол болады деп, мектепке келген деген осындай қалпақ қуантады. Негізін алғанда қолдың жасалған кобра десем, кобра ұқсамайды дейді. Алар ашылып жабылатын. Енді мен маған әрдайым өзіме жақын тартады ғой. Бірінші кезекте ол адам болсын, туысқан болсын, басқа болсын. Маған енді бірінші кезекте біздің мектепке математика маманы жақсы болса, және де біздің балаларымыз математиканы әлсіздеу. Сондықтан да бірінші кезекте білікті маман ретінде мен Тұрсынбек шақыратын едім. Бірінші кезекте. Енді әрине әрқайсыларыңыз жетік білікті маман ретінде күмәнім жоқ, мен ешқайсыларыңыз осы жерге келгеннен кейін міндетті де бірдеңе алып кеттіңіздер, бірдеңе үйрендіңіздер. Бірақ енді айналып келген кезде Тұрсынбекке беретін едім сыйлығымды маман ретінде. Екінші кезекте екінші тағы бір себебі бар. Араларыңызда осы жақын Алматыда тұратын Тұрсынбек. Жетуі, келуі тез, мысалы Тұрсынбек. Сондықтан да мен Тұрсынбек шақыратын, сосын бізде осы Тұрсынбектің мектебінде жұмыс істеген, менің сынып жетекшім болған тарих пәні мұғалім бар, өте керемет маман. Енді сол кісіге қарап отырып, бұл мектепте мамандар бар екеніне Тұрсынбек қарап көзім жетіп отырып, сондықтан да қобыраммен. Енді кезек мәңгі келдім. Жалпылама жаңа мұған әріптестер айтып отыр ғой, көп нәрсеге берер едім деп. Көп жазсам, көп адамға берер едім деп. Жігіттердің осы жерде ешқайсысын бөліп жарғым келген жоқ. Келмейді. Бірақ өзім қолдан гүл жасағандықтан қыздарға бергенім дұрыс болады. Және де осы тренингті бастаған кезде ең бірінші ойым бірден Арайлымға түсті. Енді әркімнің ішінде өз ойы бар. Мен ойым Арайлымның IQ жақсы жұмыс жасайтын азаматшаның бірі осы жердегі өз басым. Мен
стажым ол кісіден үлкенірек болғанымен де мен өзім көп нәрсе үйрендім ол кісіден. Себебі жаңағы өтірік айтудың керегі жоқ, слайд жасау, не қию, мен көп нәрсені білмейді екенмін. Бәрі ойлап қалды, керісінше ертеңінде мен арайды үйреніп алдым да, ертеңінде керісінше бәрі менен сұрап жатыр да, қалай деп. Мен енді ақылымды айтып үйретіп отырмын бұрыннан білетін сияқты. Бірақ осы мен егерде директор маған сондай жаңағы міндет артып, сіз осындай әріптесіңіз шақырып өткізіңіздер дейтін болса, мен толыққанды сенімді түрде арайлым өткізіп бере алады. Енді ол жерде ешкімді бөліп жарған емес, бірақ өз-өзінің ұстанымы, сөйлеген сөз мәнері және түсіндіруі маған өте жақсы ұнайды. Сол себепті осы жаңағы жасаған енді естелігімді арайлы беремін. Жабыстырып аламын. Мынау не деп ойлайсың? Мынау болашақ Айдостың үйінің кришасы. Себебі Айдостың үйіне бардым де. Сонда қалап қалған екен, соның кришасын мен өзім ойлаймын. Бір жағынан жинақылы, әр қылы ашық өңгі, өзінің реттілігі, сегіз қылды ең көшесінде осындай криша жасамадым. Енді мектепке шақыратын болсам, біздің мектепке өздеріңіз білесіздер, оқушымыздың 180% дарынды балалар. Оларға тек қана бағыттарды берумен қатар, оларға қалай сөйлеу керек, қалай жеткізе білу ойын, сол жағынан көп нәрсе жетіспейді. Сол үшін де бізде тарих пәнінде Мұрат деген Шырын деген мұғалім болды. Сонда біз сауалнама алғанда оқушылар айтқан. Шырын апай сабақ бергенде біз кәдімгі тарихтың ішінде жүрген сияқты болған дейді. Одан кейін Мұрат менен ағай бергенде біз тарихты телевизорда өз сияқты болдық дейді. Сол сияқты мен Айдос біздің мектепке әлі қонақ ретінде шақырамын, әлі жұмысқа шақыруға өзім атсалысым деп ойлаймын. Айдос сияқты сөйлеу мәнері аны оқушылардың өзіне қаталады, яғни тарих пәнін адамға қалай жеткізу керек екенін білетін болған екен. Айдосты мектебіме жұмысқа қонаққа шақырамын. Сіз қонаққа шақырасыз ба? Семинарға шақырасыз ба? Қонаққа шақырасыз ба? Қонаққа, жұмысқа, семинарға Жақсы Жансая. Мен айта кетсем, бірінші кезекте маған мектеп директоры ондай ұсыныс жасаса, мен міндетті түрде ойланбай-ақ арайлым шақыратын едім. Өйткені келгелі бері жас маман ретінде үйренгенім, тоқығаным көп болды. Және арайлым келген кезде бізде математика пәні бойынша барлық жерде проблемалы жағдаят қой. Мұғалімнің жетіспеуі, немесе орыс сыныптың мұғалімдері бізде оқып келгенде қазақ сыныптары кішкене ақсап жатады. Сондықтан қазақтың абыройын көтеру үшін, қазақтың балаларын көтеру үшін мен арайлымды осы математика білімін тереңдетуде бір семинар өткізсе деп шақыратын едім міндетті түрде. Енді осындай барлық әріптестердің айтқаны құнды және алып жатқан білімдеріңіз осы күнделікті жетілдіре берейік бәрімізде. Мен өзім семинар өтіп жатса, мектебіме Лаураны шақырар едім. Лаураны жауапкершілігі мол және біздегі биологтарға да жақсы бір өзінің нәтижесін көрсетіп кетер еді деп ойлаймын. Мен енді екі сыйлық жасадым. Апай гүл дегеннен кейін қыз баланың ең бірінші ойына келетін роза. Сол себепті роза жасап тұрмын. Енді мен екі сыйлықтың біреуін, бірінші егер маған мектеп әкімшілігі сондай ұсыныс тастаса, бірінші Гүлімді мектебіме шақырар едім. Себебі, Қожахметова Гүлімді. Себебі мен үшін мен білмейтін нәрсені бағдарлама барысында болсын, мейлі қарапайым адамгершілік қасиетінен болсын, Гүлімнен алатын нәрсем көп екенін, соған қарап мен өз-өзімді реттеуім керек екенін мен түсіндім. Сол себепті. Одан кейін тағы бір айтатын нәрсе, жауапкершілігі мол деп ойлаймын. Айтқан нәрсені жоспарлаған күйінде жасай алады деген сенімменен. Бірінші гүлді. Енді екінші гүлімді Жансаяға сыйлағым келеді. Себебі осы курстың барысында мен өзімнің сіңілім бар, бірақ сонда да
ол кісіден де жақын болып маған сіңілі болып кетті. Одан кейін жаңа айтылып өтті, көшбасшылық қабілеті мол, үйта білет, өзіне тыңдата білет, аудиторияны өзіне қарата білет. Сол себепті мен Жансаяға сыйлық сыйлаймын. Біздің мектепшілік тарапынан, директордың тарапынан осындай семинар өткізсін деген ұсыныс болатса, мен де Қожа Ахметова Гүлім шақырар едім. Өйткені тарих жағынан да, сабақ жағынан да мықты, жалпы сөйлеген сөзі бәрі орынды. Мен Гүлімге гүл сыйлаймын. Мен мектеп әкімшілік тарапынан осындай ұсыныс түсіп жатса, мен Тұрсынбек шақырар едім. Себебі Тұрсынбек көп ізденеді, әдіс тәсілдерді көп меңгерген, білім жағынан да, тәжірибе жағынан да жаңағы өзінің жұмысын жақсы көрсете алады деген мақсатпен Тұрсынбекке гүл сыйлаймын. Қатынас жақсы ғой, гүл болса да болады. Балғындағы еді. Жақсы. Рахмет бәріңізге. Егер жаңағыдай семинар өту керек болып сонда ұсыныс түссе, мен Айдос шақыратын едім деп ойлаймын. Сол үшін мынаны мен жасадым. Өйткені ол неменеге жаңағы ақтауға шыққанда ұнатып, мен біреуінше жаңағыдай жақсы көреді. Сол үшін мен біреуін Жақсы. Мектеп тарапынан семинар өткізуге өзімнің группаңнан адам шақырды, жақын адамын шақыр десе, мен Арайлым шақырар едім. Өйткені Арайлым жауапкершілігі мол адам, және көздеген мақсатынан қайтпайтын адам. Содан кейін өзім осындай адам қасымда бар болса, мен сенімді боламын. Мен көп, мысалы 3 айлық оқуда мен көп нәрсені Арайлымның тұлғасынан көрдім. Алатын нәрсемде де болды. Сол үшін мен Арайлым осындай. Жақсы, рахмет. Мен мынаны бағана ойлап отырмын, Дария жасады ма? Жақсы тренинг туралы бір-екі адамнан пікір естіп келдім. Кім айтқысы келді? Кімге не берді? Тренинг қандай әсер қалды? Мен айтсам болады ма? Айдос. Тренингтің басқа тренингтерге қараған кезде мәні өте үлкен екен. Тек қана сөзбен емес, қолымызбен істеген дүниемізді бір-бірімізге сыйлай білдік. Бұдан не көруге болады? Мысалы, бұл тренингті енді ең бірінші кезекте осы оқу барысында өзіне жақын адам таба білген адамды көрдік біз. Шынымен де. Ол тек қана біліктілік жағынан емес, адамгершілік жағынан да біз өзімізге сай, өзімізге ұқсайтын, өзімізге, бір-бірімізді сөзіміз тыңдатып алады, сыйлайтын адамды таптық, қарап отырсақ, иә? Тең-теңімен жүріп бәріміз. Әрқайсымыз өзіміздің сондай бір жақын дүниесін көре алғанымды таптық. Соны біз енді нақты ісімізбен дәлелдеп көрсетіп жатырмыз. Бұны мысалы істегенімізді біреуге сыйлау деген, ол бірінші кезекте өзіңе көңіл аудару, сыйластықты білдіру. Соны біз қазіргі уақытта осы тренинг барысында көрсете білдік. Жақсы, рахмет. Айдостың айтып жатқан сөзіне қосыламыз. Және де бұл жерде тағы да бір несі, ерекшелігі адам өзіне сын көзбен қарауға және жолдасына сын көзбен қарауға, яғни сыни тұрғыдан ойлауға үлкен мән беріп тұр. Жақсы. Осы әріптестеріңіздің көшбасшылық қабілетінде көре алдыңыздар, жақсы, рахмет. Тренингтің қалай өткеніне өздеріңіз куә болдыңыздар, бағасын бере жатарсыздар. Жалпы жаман өткен жоқ, ойдағыдай болды деп ойлаймын. Енді бұл тренингті қалай түрлендіруге болады дегенге тағы да кішкене тоқтала кетейік. Егер сіз балабақшада өткізетін болсаңыз, тура осылай өз қолдарымен бір сыйлық жасатып, егер саған ата-анаң тобыңнан бір баланы демалыс күніге қонаққа шақыр десе, кімді шақыратын едің? Сол баланы атап сыйлығыңды бере ғой деуге болады. Осы жерде ескерілетін нәрсе, неге деген сұраққа жауап болу керек.
Бұл баланың сыни ойлау дағдысын қалыптастырады. Яғни сыйлық беруші бала екінші баланы басқа емес, неге тура сол баланы шақырайын деп тұрғанын сыйлық берер алдында айту керек. Бұл баланың жүйелі сөйлеу дағдысын қалыптастыруға, екінші адамды бағалай білу дағдысын қалыптастыруға, өзгелермен қарым-қатынас дағдысын жетілдіруге өте тиімді. Ситуациялық жағдайды өзіңіз ойластырып, басқаша етіп те өзгертуге болады. Енді қалай айтуға болады? Мәселен, осындай бір шаруаны атқаруға көмекке кімді шақыратын едің? Я болмаса, демалысқа, туристік сапарға баруға кімді шақырар едің деген сияқты түрлендіруге болады. Осы тренингті өткізгенде нені ескеру керек? Өздеріңіз видеодан көріп отырған тренингте бір адамға неше рет сыйлық берілуіне шектеу қойылған жоқ. Мұны өзгертуіңізге де болады. Сіздер балабақшада немесе мектепте өткізетін болсаңыздар, оларға бір адам тек бір рет қана таңдалады. Егер сенің ойлаған адамыңа сенен бұрын біреу сыйлық беріп қойса, онда сен басқа балаға бересің деп ескертуіңізге де болады. Сол кезде еш бала сыйлықсыз қалмайды. Тренингті өткізгенде балаларды шеңбер бойына тұрғызып, немесе отырғызып, бей-берекет емес, бірінен кейін бірі кезекпен ғана сөйлеуін қадағалау керек. Балабақшада ата-аналарда қатысатын түрлі ертеңгіліктер өткізіледі. Балаларға сыйлықты алдын ала топтағы ұйымдастырылған оқу қызметі кезінде жасатып, ертеңгілік кезінде сыйлайтын етіп те ұйымдастыруға болады. Осы жерде тағы да неге деген сұраққа жауап болуы міндетті түрде ескерілу керек. Бала мысалы, мен Гүлжанды, не Ержанды шақыратын едім дей салмай, неге екенін міндетті түрде айту керек. Балаларды ойландырып үйретуіміз керек. Олардың өз ойын айтуға мүмкіндік берген жөн. Балалардың ойы өте ұшқыр. Олар біз күтпеген түрлі қызықты нұсқада айтуы мүмкін. Біз өзіміз оларға алдын ала жаңағы бағыттап, өз ойымызды олардың ойына салып, аузына сөз салмай, күтіп, олардың өзі ойлап, өзіндік нұсқасын шынайы айтуға мүмкіндік берейік. Бұл тренингті студенттер ортасында өткізуде өте тиімді. Топта ынтымақтастық атмосферасын қалыптастырудың, топты ұйымшылдыққа баулудың таптырмас құралы. Сонымен қатар, ұжымда өткізіп, адамдар арасында бір-біріне деген құрметтің, сыйластықтың артуына ықпал етуге болатындығы айтпаса да түсінікті шығар деп ойлаймын. Осы материалды көріп отырған тәрбиешілер, мұғалімдер, оқытушылар, басқа да мамандық иелері болса, тренингті жүргізіп көргеннен кейін тәжірибелеріңізбен бөлісіп, комментарийге жаза кетсеңіздер, тіпті жақсы болатын еді. Біз ескермеген тұстарымыз болса, тағы да өзгеше етіп, түрлендіру жолдары болса, бәріміз бірге үйренейік, тренингті де жетілдірейік. Құрметті YouTube арнасының көрермендері, сіздермен бірге болған Ляззат Дүйсенбекова. Амандықта жолығайық. Бүгінгі тренинг ұнаса лайк басыңыздар. Әлі арнаға жазылмағандар болса, жазылу бастырмасын басып жазыла кетіңіздер. Сұрақтарыңыз болса, жаза отырыңыздар. Апта сайын жаңа видео қойылады. Хабардар болып отыру үшін қоңыраушаны да басуға болады. Келесі кездескенше сау, саламат болыңыздар.